балалар бәріміз орнымызда тұрамыз. Отырған кітапты шеңдеп тұрамыз. Балалар, біз қандаймыз? Танымыз, талантымыз, татумыз, ақылдымыз, сөздер сыйлаймыз, оқуға құштармыз, талантымыз, қиындықтан қашпаймыз. Біз ақылдымыз, білімдіміз. Біз қандаймыз? Қолдаймыз, бір-бірімізді қолдаймыз. Отыра қойыңдар. Олай болса, қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. Балалар, үйге қандай тапсырма берді? Кім айтады? Айтамын. Үйге берген тапсырма қай жаттығу орындауға беріледі үйге? 61-ші жаттығу, иә? Есеп беруге берілген балалар? Өлең, әңгіме құрап жазып келу берілген екен, иә? Орта беріліңдер ма? Бала сабақ бастамас бұрын алдарында бағалау шкаласын қойып қойдым. 10-дық жүйемен сабақтарында бағалап отырасыңдар, иә? Райсыздың сабақтары. Жарайды. Үй тапсырмаларын ашып қойыңдар, мен тексеріп шығайын. Жазып келдік па? Өлең сөзі әңгіме құрап жазып келу керек болатын тұрым, иә? Жарайды. Ал, олай болса, оқу жіберейік аны. Кім оқиды? Ал, және оқиды. Не жазып келді сен? Шама. Ал, оқиды. Әңгіме жазып көрсетейін, иә? Құстарға қамқорлық, қыс мезгілі, аулада қар жауып тұр. Екі бала ағаштың жанына құстарға арналған жем салғыш қойды. Bir bala jemni qo'lida ustab tur, al ikkinchisi bala jem solishni ishini sab жатыр. Jem solishning жанына turg'ilarga ko'rishindi, qo'shib keldi. Balalar qustарға qamqo'rlik жасап, ularni tamaqlantirdi. Ular tabiatni qo'rg'ab, qustарға qamqo'rlik жасаудың ma'nosi екенін түсінді. Жақсы, тамаша. Бәрін оқиды. Ал, Дина, сен не жазып келдің? Өлең, ал. Келді ақа жатты даланы, суықтан донда амин құс баланы. Балалар шықты жемін ала жүріп, қамқорлық көрсетті батша ағашына класпен. Ағашқа ілді олашағын ейді, құстарға сыйлады жолымен кейді. Жырылдап тұрғайлар ризалықпен, қуантып жіберді көңіл күйді. Өзің шығардыңдар біле? Иә. Жарайды. Осы, ал, Райна, ұлы. Қыс мезгілі келіпті, қарды жауып кетті. Балалар жұрт